Ал келін, саған сиыр сауды үйретейін. Бірінші, мынаны ұста. Может, салмай-ақ қоямын? Жоқ, сен үйренуің керек. Бұл саған ертең керек болады. Маған бұның дым керегі жоқ. Бірақ содан кейін мен қалаға кетіп қалам ғой. Бұның маған керегі не? Жарайды, бір рет болсын сауып көрейін. Жарайды, сауып көрейін. Жарайсың. Бірінші мынаны ұста, менен қайтала. Енді былай алып сауасың. Енді мен саумайтын шығармын. Жарайды. Осыншасы жететін шығар енді. Иә, жетеді. Жарайсың, қызым. Жүр кеттік енді үйге. Так, міне календар. Мен мына жүрек тұрған күні үйіме кетемін. Наконец-то. Так, біз бұл жерге бір айға келдік. Енді 28 күндей қалды. Менің жұмысым да жайында қалды. Мына жерде сет ұстамай, не жұмыс жасайын десем шақырып алады. Қызым, жүрсе шай бер бізге. Иә, қыз. Айттым ғой. Иә, қалсын. Үйіме кеткім деп тұр. Менің қалам жақсы ғой, мына ауылдан гөрі. Мына жеңге істеп қоймайды, мені қайта жұмсай береді. 28 күн бойы қалай шыдаймын? Қой, шай ішіп болсақ тұрайық. Біздің әлі келін екеуміздің жұмысымыз көп. Онда болдық бізде. Келін, тұрайық бізде. Жұмыс көп әлі. Мен әлі шай ішіп бітпедім. Ойбай болса? Не шай ішкіздер меткен осылар. Ал жинастырып жер, мына жер, сосын далаға шық. Жеп тастайыншы дейін. Мен тағы не күсіп тұр екен? Ой, әтеудегіне шықтың ғой, не істедің сонша? Кел, енді кір жуамыз. Стиральная машина жоқ па сіздерде? Ол не тағы? Анау автомат па? Жоқ, ондай бізде ауылда қайдан болсын? Так, енді қолмен кірді жуған пайдалы денеге тоже. Қазір келіндер бәрі жалқау кеткен. Енді кішкене қолмен кірді жуып үйрен. Біздің кезімізде автомат та болған жоқ. Өзіміз жудық қой қолмен. Кел, одан саған үйретейін қалай жуу керектігін. Жарайды. Қазір стулға барып отырасың, алып келейін. Енді порошокты себесің. Көп сеппе, шығын болып кетеді. Енді киімді алып саласың. Енді қолмен жуасың. Қалай? Әкеш, саған көрсетейін өзім. Міне, осылай жуасың. Көпірді көрдің ба? Енді келесі киімді жуа бересің. Ал өзің істейді. Ал бәрін жудық, енді оны ана кіржайғышқа ілеміз. Мына да қызығым істеп кетті ғой телевизорда. Не істеп отырсың, балам? Бұл не кітап? Мына жерге тұрған кітапты оқып жатырмын. Бұл көзімде көрмей бара тұр ғой мен. Айтпақшы, балам, не болды? Осы ауылда қалатын болдыңдар ма? Білмеймін. Келініңіз бір ай ғана қалам дейді. Неге? Ауыл ұнамай жатыр ма? Әлде анау жұмысқа салып жатыр ма? Несі ұнамай жатыр? Енді жұмысы қалып қалды, мен де жұмысым қалып қалды.
Келінге жұмыс істеп не керек, үйде қала бермей ма? Енді саған жұмыс тауып беру керек, енді ағаларыңа айтып тауып берем енді. Тек ауылда қалсаңдаршы. Әй, келінге не ұнамай жүр, түсінбедім. Әлде жеңгесі жұмысқа салып қойды ма? Өзім айтамын онда жұмысқа салма деп. Жоқ, білесіз ғой енді, келініңіз қаладан шыққан, ауылды көрмеген. Тек той болатын кезде ғана келдік, сонымен қалаға қайтадан кеттік. Ойбай, енді ауылда болмаса өзіміз үйретеміз. Жарайды, енді тұрмасаңдар да хотя бы айына болсын келіп тұрсаңдаршы, жүздеріңді, түрлеріңді ұмытып қалатын болдық қой. Ол жағын енді келініңізбен сөйлесіп көремін.